Ұлттық экономика министрлігі мемлекеттің көптеген екінші дәрежедегі міндеттерін атқарады. Ведомство стратегиялық жоспарлау, мемлекеттің салық және бюджет саясаты, кеден ісі, отандық бизнесті қорғау және қолдауға жауап береді. Министрлік жұмысының басқа да стратегиялық бағыттары мемлекетіміздің халықаралық экономикалық саясатының сәтті құрылуы. В нашем министерстве сложился очень сильный корпоративный дух. Біздің министрлікте өте жақсы корпоративтік рух қалыптасқан. Министрлік басшылығы мен қатардағы жұмысшылардың бұрыннан бері қалыптасып келе жатқан үрдіс осындай. Менің ойымша елбасымыздың нақты тапсырмасын жүзеге асыру барысында біздің министрлікте қарапайым жұмысшы мен басшылық тарапынан бірлесе шешілген әрбір жұмыс тиімді әрі нақты шешім тауып жүр. Министрлікте корпоративтік рух қазіргі кезде дұрыс жүзеге асырылып отыр және болашақта дәл осылай бола бермек. Біз бұған өз тарапымыздан барлық күш-жігерімізді жұмсаймыз. Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігі заман талаптарына сай мықты ұжымдық мәдениет құруды мақсат етуде. Мұндай атмосферада қызметкерлердің өнімділігі мен тиімділігі артады. Эффективный аппарат – это в первую очередь тиімді аппарат. Бұл бірінші кезекте. Ұжымдасып қызмет атқаратын мықты команда. Әрбір қызметкер өзінің алға қойған мақсатын дұрыс, нақты орындау арқылы министрліктің дамуына өзіндік үлесін қосады. Мұндай ұжымның негізін корпоративтік рух қалыптастырады. Біздің трансформацияның мақсаты әрбір қызметкердің корпоративтік рухының мәдениеті мен жауапкершілігін қалыптастыру. Корпоративной культуры каждого сотрудника. Биыл ұлттық экономика министрлігінде әдеп жөніндегі уәкіл өз жұмысына кірісті. Ол мемлекеттік қызметкерлердің этикалық кодексі нормалары мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң және мемлекеттік қызмет туралы заңның орындалуына жауап береді. Мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік әдеп нормаларын сақтауын бақылау, сондай-ақ ұжымдағы қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру әдеп жөніндегі өкілдің құзыретіне кіреді. Бүгінгі таңда министрлікте моральдық психологиялық ахуал мен корпоративтік рухты қалыптастыру үшін барлық жағдай жасалған. Президент қойған міндеттерді атқару үшін министрлікке ұжымдық рух пен кәсіби мамандар командасының ұйымшылдығы өте маңызды. Бүгінде әрбір жас маман осындай командада жұмыс істеуді армандайды. Бірақ бұл жерге жұмысқа тұру оңай емес, себебі конкурстық іріктеу өте қатаң тәртіпте өткізіледі. Мен мемлекеттік органға жұмысқа орналасуды армандадым. Ұлттық экономика министрлігіне жұмысқа орналасу оңайға соқпады. Мұнда ашық конкурс арқылы өз білімділігімді дәлелдедім. Ұжым мені жақсы қарсы алды, және мен олармен тез тіл табысып кеттім. Қазіргі таңда менің ұжымым ол менің екінші отбасым. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауының негізгі мақсаты азаматтардың өмір сапасын жақсарту. Кез келген мемлекеттің дамуының негізі адами капитал, ал алдыға қойған мақсатқа жету үшін мықты ұлттық экономика қажет.